Солтүстік Қазақстан облысының орталығы Петропавл қаласында сән сәулеті келіскен зәулім спорт сарайы салтанатты түрде халық игілігіне тапсырылды. Нысанның ашылуына еліміздің мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіхалықова қатысты. Жаңа ғимараттың құрылысына ел қазынасынан 3 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалды. Жалпы аумағы 14.863 шаршы метр болады. Мұз айдыны мен жеңіл атлетикалық манежі бар сарайда салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен айналысамын дегендерге толық жағдай жасалған. Бұдан кейін Гүлшара Әбдіхалықова республикалық Астана Петропавл тас жолында жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарымен танысты. Яғни биыл бұл бағытта 26 шақырым жол қайта қалпына келтірілген екен. Нұрлы жол бағдарламасы шеңберінде атқарылып жатқан шаруалар 2017 жылы толығымен аяқталмақ. Сондай-ақ мемлекеттік хатшы 320 орынға шақталған бала бақшаның құрылысымен де танысты. Ал жыл соңына дейін шаһарда 3 бірдей мектепке дейінгі тәрбие беретін мекеме ашылатын болады. Осылайша 2017 жылға дейін Петропавлда бала бақша мәселесі түбегейлі шешілмек. Бұл ретте мемлекеттік хатшы облыста басталған құрылыс нысандары аяқсыз қалмауы керектігін айтты. Енді жалпы экономикалық бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. Енді қазіргі мақсат алдымызда тұрған талаптарға сай болу, дағдарысқа қарсы жұмыс істеу болып табылады.